Бүгінгі күні облыстың барлық мектептерінде үндестік жобасы жүзеге асырылып келеді. Оның негізгі мақсаты оқушылар мен мектеп арасында өзара іс-қимылды қалыптастыруда, ата-ананың белсенділігін арттыру. Ал біз тұрған Ыбырай Алтынсарин атындағы дарынды балаларға арналған мектепте жоба аясында қандай шаралар қолға алынған, ендеше барлығымыз бірге білейік. Ыбырай Алтынсарин атындағы мамандандырылған мектеп гимназия интернаты ұлы педагог ағартушы Ыбырай Алтынсариннің баға жетпес күшімен пайда болған мектептердің бірі. Қазір білім ордасында дарынды балалар оқиды. Негізгі ерекшелігі білім алушыларға арналған жатақхананың болуы. Мектепте оқушылар сапалы біліммен, саналы тәрбиемен шыңдалып, үлкен болашаққа қадам басады. Бұл жолда ата-ана мен ұстаздардың сабақтастығын көздеген үндестік жобасының үлесі көп. Ата-ана мен мектептің арасындағы өзара жүйелі, кешенді, үйлестірілген, әлеуметтік, психологиялық, педагогикалық қағидаттарға негізделген бірде-бір тиімді жобалардың бірі десек те болады. Сәлеметсіздер ме? Мен 6-шы сынып оқушысы Мұратбекова Дилнаспын. Біздің мектепте оқушыларға қолайлы жағдайлар жасалған. Солардың бірі мектебіміздегі ұстаздардың ата-аналармен бірлескен үндестік жобасымен сіздерді таныстырып өтейін. Мынау жерде мамандықтың бәрі жақсы жобасы аясында ата-аналар мен оқушылардың кездесуі өтіп жатыр. Оқушылар өз ата-аналарының мамандығымен танысып жатыр. Және бұл жерде ата-аналар мен оқушылар арасында сұхбат өткізіліп жатыр. Қазір біз Cooking Club бөлмесіндеміз. Бұл жерге ата-аналарымыз келіп, оқушылармен бірге аспаздықтың қыр-сырымен таныстырады. Бұл жоба ең тәтті жобалардың бірі болғандықтан, оқушылар арасында сұранысқа ие болған жоба. Бұл Cooking Club жобасы 5-ші сынып топтарымен өткізілетін, ата-аналар балалармен бірлесіп, мұғалімдер бар, 7 сайын өткізетін жоба. Тамақтардың қыр-сырын қалай дайындалатын балаларға үйрету еңбекке баулу болып саналады. Тағы бір жобалардың бірі экодарын жобасы. Бұл жобада ата-аналар мен оқушылар бірігіп, қоршаған ортаны қорғауға арналған акциялар өткізеді. Сонымен қатар біз спорттық іс-шараларды жақсы көреміз. Сондай спорттық іс-шаралардың бірі толағай. Бұл спорттық іс-шараның ерекшелігі ата-аналар мен оқушылар бірігіп қатысады. Ал ұлттық қолөнер жобасы аясында ата-аналар мен ұстаздар 6-шы сынып оқушыларын шеберлікке тарта отырып, оюды ою, көрпе тігуді және тағы да басқа шеберлік сағаттарын өткізеді. Осымен Ыбырай Алтынсарин мектебінде үндестік жобасы қалай іске асырылғанына куә болдыңыздар.